Ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Нұрсұлтан Молдабаев. Нұрсұлтан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Жаңадан көріп отқан адамдар болса, мен бұл каналымда жан дауыста қазақша әндерді айтатын боламын. Қазіргі әндер, ескі әндер, халық әндері және де қазіргі эстраданың әндерін айтатын боламын. Бұл каналды ашқаныма 3 айдың жүзі болды. Әзірге менде 800 адамнан енді асып жатыр. Қаралым саны онша көп емес. Қазақты қолдайтын тек қазақ қана. Бәріңізді осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, арнамның ссылкасын, яғни адресін WhatsApp'та таратып жіберсеңіздер деген менде ұсыныс бар. Өйткені сіздердің қолдауларыңыз болмаса, сіздердің қаралымдарыңыз болмаса, сіздердің лайктарыңыз болмаса, менің каналым дамымайды. Өйткені жан дауысты өлең айтып, жан дауыста өнер көрсетіп тұрған қазақ баласын қолдау тек қана сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан баршаңыз менің каналыма жазылып, менің каналыма лайк басып, менің каналыма пікір білдіріп, менің каналымды қолдап, күнделікті қарап отырсаңыздар деген менде тілек бар. Мен күнделікті видео салып отырамын, күнделікті қазақ әндерін айтып отырамын. Сондықтан күнде кешкі сағат 8-де мен видео салып отырамын. Күнде осы сағат 8-де, кешкі сағат 8-де сіздер осы каналыма кірсеңіздер, мен жаңадан видео салып отыратын боламын. Сондықтан баршаңыз менің каналымды қолдап, менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдырып отырыңыздар. Өйткені қазақты қолдайтын тек қана қазақ қана. Жаңадан кіріп отқан адамдар болса, менің каналыма ішіне кірсеңіздер, менің айтқан әндерім бар, менің айтқан өлеңдерім бар, халық әндері бар, қазіргі әндер бар, ескі әндер бар. Сол әндердің бәрін көріп шықсаңыздар деген менде ұсыныс бар. Осы каналды ашар барысында мен кішкене ойландым. Бұл каналым дамый ма, дамымай ма, қаралым жинай ма, жинамай ма деген менде ой туындағанда рас. Енді 3 айдың жүзі болды. Аз да болса қаралым жинап жатыр. Бірақ сонда да әлі де маған көптеген подписчиктер жинау керек. Қазақ болып, сіз болып, біз болып мен көмектесіңіздер. Қазақ баласының дамуына, қазақтың баласы жан дауыста ән айтып жатқанда сіздер көмектеріңізді тигізсеңіздер деген менде арман ой мақсат бар. Мен сіздерге сәлем жолдап отырмын. Мен өзім Шымкент қаласында тұрамын. Сіздер қай қаладасыздар, қай қаладан боласыздар, комментарийге жазып отырыңыздар, танысып отырайық, біліп отырайық. Бәріңіз осы кірген адамдар келіп подписаться, яғни жазылу деген батырманы басып, маған қолдау білдіріп тіркелсеңіздер деген менде бір өтініш білдіріп осы видеомды түсіріп отырмын арнайы. Сондықтан сіздерден мен тек қана үміт күтемін. Енді алдыңғы видеолардың бәрін көріп шығыңыздар, каналымның ішіне кірсеңіздер, мен қазақша айтқан әндерім бар, тағы да қайталап айтып кетемін. Сонымен қатар бүгінгі таңда бұл әлеуметтік желіде, WhatsApp-тан бөлек TikTok-та, Instagram-да, сонымен қатар осы YouTube-та блогер болу, ол екінің бірінің қолынан келетін нәрсе. Неге олай деп отырмын? Көп қазір қазақтар ойлайды, мен видео саламын, YouTube-ға саламын видео, оны просмотр бола ма, болмай ма деп. Негізі менде басында видео салыңызды, менде сондай күмән ой туындады бұдан 2 ай бұрын. Басында менде де жақсы қаралым жинамады, подписчиктер саны көбеймеді. Бір арада 2 ай өткеннен кейін менде жайлап подписчиктер саны көбейе бастады. Менің айтқан, қазақша айтқан әндеріме пікірлерін жаза бастады. Әрине арасында да қоя салсай, братан қоя салсай, мынау не, мынау болмайды, анау мынау деген пікір айтқандар болды. Бірақ мен бұл менің арнайы жұмыс ретінде қарағандықтан, мен оған арнайы көңіл бөлгендіктен мен ары қарай видео түсіруді мен жалғастыра беруімді мақсат еттім. Мен видеоларымның ерекшелігі, ешкімге ұқсамайды ерекшелігі, мен ешқандай монтаж жасамаймын. Біреулер сияқты видеоны түсіріп, артынан монтаждап, дұрыс емес жерлерін кесіп алып, мен қалай түсірдім, солай мен салып жіберемін. Және де мен домбырамен, гитарамен, ондаймен өлең айтпаймын. Ешқандай аспаптың сүйемелдеуінсіз.
иә аспаптың сүйемелдеуінсіз болмаса музыкаларды қосып мен айтпаймын, өйткені бүйтіп қосып сүйемелдеп айтатын болсам көп адамдар ойлап қалуы мүмкін. Минус арнайы плюс қойып қойып, біреудің дауысын қойып қойып өтірік өлең айтып отыр, аузын жыбырлатып деуі мүмкін. Сондықтан мен тек қана жанды дауыста, жай ғана телефонды аламын да қолыма түсірем, қазақша әндерді айтам, видео салып жіберем, болды. Соны көріп лайк басып мен пікір білдіріп отырсаңыздар, мен күнделікті мен шығарып отырамын. Және де 10 мың, 20 мың, 30 мың, 40 мың подписчиктер саны менде көбейген кезде мен ол кезде міндетті түрде сіздермен тікелей эфирге, яғни прямой эфирге шығамын. ютубта ондай мүмкіндік бар. Прямой эфирде сөйлесеміз, прямой эфирде ән айтамыз, прямой эфирде танысамыз. Әзірше менде мүмкіндік аз. Мына күнделікті маған комментарий жазып, күнделікті видеоларымды көріп жүретін азаматтар мен азаматшалар бар. Аз да болса, оларға мен алғыс айтам. Видеомды көріп, лайк басып жатқандарыңызға мен алғыс айтамын. Мен міндетті түрде ол азаматтармен Қазақстанда мен міндетті түрде мен бір күні дамып, осы каналым Қазақстанға танымал болып кетіп, сен пәлен деген блогер емеспін бе, пәлен деген ютуб каналың бар емес пе деген сондай бір дәрежеге жеткен кезде міндетті түрде ол кісілердің басын қосып, мен өзім білем қандай адамдар екенін, ол ютубта оқып жүрем күнделікті. Басын қосып мен кездесу ұйымдастырып, бір видео түсіретін боламын міндетті түрде. Сондықтан достар, аямай лайк басыңыздар, аямай мені қолдаңыздар. Мен жаңадан кіріп отқан адамдар қазір бұл қандай канал, не сөйлеп жатыр деп ойлап қалуы мүмкін. Мен өлең айтам, тағы да айтам. Қазақша әнде, тек қана қазақша ән айтам. Орысша, басқа тілде өлең айтпаймын, тек қазақша әндер айтамын. Мен видеом ішіне кірсеңіздер, мен осы уақытқа дейін шамамен бір 32-33 сондай видео түсірдім. Осы 3 айдың ішінде. Соларды көріп шықсаңыздар болады. Енді менде шынымды айтайын, әзірше қаралым саны өте көп деп айта алмаймын. Сондықтан ағайындар, қолдаңыздар. Қолдан келгенше көмектеңіз, аямаңыздар. Мен арнайы видео түсіріп отырмын, осыны сіздерге өтініш айтып, өтініш пікір білдіріп, каналыма қосылып, тіркеліп, маған пікір білдіреміздер деген отырған болсаңыздар. Сондай. Тағы да айтам, ютуб канал ашыңыздар. ютуб канал ашыңыздар. ютуб канал ашыңыздар. ютуб канал ашу ол сіздерге қосымша табыс береді. Басында сіздер бір жылдай қиналасыздар. Неге? Подписчик жақсы жинай алмайсыздар, қаралым жақсы жинай алмайсыздар, видеоларыңыз трендке шықпайды. Бір жылдың комментарий мен лайкты жақсы жинай алмайсыздар. Бірақ бір жылдан кейін сіздер тынбай еңбектенетін болсаңыздар, жақсы бір нәтижеге жетесіздер. Сол кезде сіздерде ютубта монетизация деген болады. Ол монетизация дегеніміз, сіз ютубтан рұқсат аласыз. Не рұқсат? Ол авторлық рұқсат. Яғни кез келген әнші өлең жазатын болса, болмаса кез келген режиссер кино түсіретін болса, оның төл туындысын ол авторлық ретінде тіркейді. Ол Қазақстан Республикасында тіркейді. Сол сияқты біздің мына ютубта каналымыз Қазақстан Республикасында арнайы тіркеуге тұрады. Сөйтіп сіз жинаған просмотрлар санын тапқан ақшаңызға бір бөлігін, кішкене азғандай бір бөлігін салық ретінде төлеп отырасыз. Бұл заңды түрде табыс табасыз деген сөз. Оны қалай істейміз? Оны мен сіздерге жолдарын сіздерге айтамын. Қазір сіздер алдымен біріншіден ең азы 1000 подписчик жинау керексіз. Яғни 1000 адам тіркелу керек каналыңызға. Екіншіден сіздер 4000 сағат, 4000 просмотр емес, 4000 сағат жинау керексіздер. 4000 сағат жинау керексіздер. Сол 4000 сағат жинағаннан кейін сіздерге ютубтен сізге поштаңыз болады, ашқан поштаңызға, яғни ютуб каналыңызға сізге сообщение келеді. Сіз барлық біз түреп еткен мәселелердің бәрін орындаңыз деп сообщение келеді. Сіз ютубқа
запрос жібересіз, ол бір айдың ішінде сізге, бір айдың көлемінде емес, бір 2 аптаның ішінде ары кеткенде сізге арнайы код келеді. Ол кодты поштаңыз арқылы қабылдайсыздар. Енді оны қалай болады, қалай істеуге болады дегенде, сіздер алдымен 1000 подписчик жинаңыздар, 4000 сағат жинаңыздар, одан кейін барып маған комментарийге жазсаңыздар, мен сіздерге қалай істеу керек екенін айтатын боламын. Тағы да ескертетін нәрсе, біреудің видеосын салуға болмайды. Өйткені ол авторлық видеосын құқық бұзасыздар да, сіздерге YouTube рұқсат бермей қояды, кейде каналдарыңызды жауып тастайды. Тек қана сіз авторлық өзіңіз видео түсіру керексіз, арнайы. Біреудің музыкасын пайдалануға болмайды, біреудің видеосын, біреудің киносын ешқандай болмайды. Тек қана өзіңіз мен сияқты оны сотқа алып түсіресіз, болды. Әйтпесе біреудің видеоларын алып қазақтың екінің бірі байып кетпей ма? Еңбектенбей. Былайша айтқанда тегін жерде нан жоқ. Еңбектенсең ғана табысқа жетесің, еңбек етсең емерсің дейді ғой біздің қазақ. Сол айтпағым сіздерге. Өйткені әр қазақ бай болсын, әр қазақ бар болсын, әр қазақ табысқа жетсін деген мен мақсатпен айтып отырмын. Иә достар, кішігірім менің бұл ұсынысым ғой сіздерге. Сонымен тағы да не айтпақшы едім, басты тақырыбым менің. Иә, мен YouTube каналыма шақыру мақсатында арнайы мен осы видеомды түсіріп отырмын бүгін сіздерге. Мен комментарий жазып, лайк басып, тіркеліңіздер, қолдаңыздар, қазақ баласын қолдап, каналыма тіркеліңіздерші деген атпен мен видеолар түсіріп жатырмын. Оның ішінде өлеңдер айтып, әрине өлең айтып жанды дауыста. Я видеоның ішіне кірсеңіздер, мен подписчик болып тіркеліп, видеоның ішіне кірсеңіздер, мен көптеген әндерім бар айтқан. Солай. Енді пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, видеоларымды көріп шығыңыздар. Егер сіздерге каналым ұнамайтын болса, кейбір азаматтар болады, кіретті, ұнамайды, ой, братан, ана, мұны деп бірдеңелерді айтып кетуі мүмкін. Өтініш, жай ғана шығып кетіңіз, сізге ұнамаса. Өйткені сізге ұнамаған нәрсе біреуге ұнауы мүмкін, сізге ұнамады деп мен қоя салмаймын ғой. Бес саусақ бірдей емес. Ұнамаса жай ғана шығып кетіңіз, болды. Мен сізге өкпелемеймін, тіркелмей қалды деп. Сондықтан солай. Енді достар, енді алдағы осы жаңа жылдан кейінгі осы 2023 жылда менімен бірге болыңыздар. Менімен бірге күнделікті видеосы. Мен қазір күнде кешкі сағат 8, ровно сағат 8-де, кешкі сағат ровно сағат 8-де мен видео саламын. Күніге салып отырамын. Өйткені күндіз менің қолым босамайды. Әрине, бәрімізде жұмыс бар, тіршілік бар дегендей. Кешкі сағат 8-де менің қолым босаған кезде видео салам. Міндетті түрде 8-де мен бір видео түсіремін де, мен ровно сағат 8-де салып қоямын. Соны көріңіздер, лайк басыңыздар. Әсіресе мына WhatsApp-та ссылкасын таратып жіберсеңіздер, маған құба-құп болады. Достарыңызға, құда жекжаттарыңызға, ағайындарыңызға, бауырларыңызға, көршілеріңізге, болмаса басқа бір қазақтарға ссылкасын таратып жіберсеңіздер, бүкіл Қазақстанға таралып кетсе, мен рахметімді айтамын. Сонымен қатар, мына мен видеоларымда мен қарап отырсам, Өзбекстаннан, азғантай Қырғызстаннан, Қарақалпақстаннан да бауырлас туыс халықтарында көретін адамдар бар екен. Өйткені кеше мен бір қырғыздың бір әйелі жазып жіберіпті маған, Қырғызстаннан көріп отырмын деп. Рахметімді айтамын мен оның бауырларға, қырғыз бауырларыма. Мен қырғызша тіл білмеймін, бірақ қазақ тілі ұқсас қой. Рахметімді айтамын. Өте көп рахметімді айтамын. Сіздер сол Қырғызстанға таратып жіберсеңіздер, мен видеоларым Қырғызстанға да таралып кетсе, ол құба-құп болатын еді деген ойда мақсатым. Жалпы мен бұл каналымды ашқан себебім, мен бала күннен ән айтуға қызығатын жігітпін. Бала күннен ән айтқым келіп, бала күннен сахнаға шығып, Қайраттас, Ернар Айдар, Мейрамбек Беспаевтар сияқты әнші болуды армандаған жігітпін. Шынымды айтсам, отбасымның жағдайы, әке-шешемнің жағдайы мені шоқытуға шамалар келмеді. Сондықтан мен бұл жолды таңдай алмадым. Уақыт өте келе мен ойландым, неге әлеуметтік желіде, соның ішінде YouTube'да видео түсіріп, өлең айтып салмасқа деген менде ой туындады. Сөйтіп мен ашып салып жатқан жайым бар.
Айналайын бауырлар, қазақты қазақ қана қолдайды. Мен YouTube каналыма жазып, пікір қалдырып, комментарий жазып тіркелсеңіздер екен. Әндерімді көріп шығыңыздар. Менде көптеген әндер бар. Бір 32-33-те видео түсіргем. Бірнеше қазақтың әндерін айтқам. Көріп шығыңыздар, ішіне кірсеңіздер. Қолдаңыздар. Баршаңызды өз каналыма жазылыңыздар. Айтпағым менің сол, достар. Аман болыңыздар, адам болыңыздар. Сіз қай қаладан боласыз? Мен Шымкенттен боламын. Есімім Нұрсұлтан. Комментарийге жазып отырыңыздар. Танысып, білісіп отырайық. Егер де мені танитын бауырлар, ағайындар, достар болатын болса, комментарий жазып қойыңыз. Танысып, білісіп отырайық. Өтініш айтып, пікір ашық видео түсірген бұл ұят нәрсе емес. Ұлы сөздің ұяты жоқ. Несі бар? Видео түсіріп, каналымды дамытып отырсам, және сіздерге де видео түсіріңіздер, каналды ашыңыздар деп мен осыны айтып отырсам, біріңізді біріміз қолдайық. Мен де сіздерге жазыламын, мен сіздерге де пікір жазамын. Канал ашыңыздар, дамытыңыздар. Солай, достар. YouTube канал ашып, оны дамыту үшін арнайы қол сізге iPhone, болмаса Samsung 500 теңгелігі, болмаса басқа да бір соткалар қымбат түрлері, камерасы өте мықты, 40 мегапиксель, 50 мегапиксель, 60 мегапиксель, 5G ұстайтын қымбат сотканың сіздерге қажеті жоқ. Қарапайым ғана сотка керек әшейін. Бұл сотканың міндеті емес. Осы соткаңыз Android болмаса, iPhone болса болған, жай ғана болса болды. Арзан болсын, қымбат болсын, ол таңдалмайды. Камерасы түсіре алатын болса, ең бастысы соткаңыз бұзылмаған болса, қолыңызға соткаңызды аласыз да, ұялы телефоныңызды алып, видео түсіресіз. Сөйтіп әлеуметтік желіге саласыз, YouTube канал ашып, подписчик жинай бастайсыз, жайлап дамытасыз. Ертеңгі рұқсатын аласыз YouTube'тан. 4000 сағат қаралым жинау керек, 4000 сағат жинайсыз. Сосын ең кемі 1000 подписчик жинайсыз. Сосын ешкімнің видеосын ұрлап салмайсыз, авторлық құқық бұзған боласыз. Содан кейін сіз аздан болса тияп бастайсыз. Мен өз басыма келетін болсам, қанша ақша тапты жатырсың, қанша ақша тауып жатсың деген мен сұрақ туындауы мүмкін, әрине. Мен әзірге 3 ай болды ашқаныма, ешқандай табыс тауып жатқан жоқпын. YouTube'тан әлі рұқсат алған жоқпын. Неге? Өйткені менде әлі 4000 сағат жиналған жоқ. Сосын 1000 подписчиктен менен асқан жоқ әлі. Асқан жоқ. Сол үшін мен өтініш айтып сіздерге айтып жатырмын. Қаралым. Әр видеомда бір өтінішім бар. Соңына дейін көріп шықсаңыздар екен. Соңына дейін көріп шықсаңыздар. 10 минуттық видео болсын, 5 минуттық видео болсын, 1 минуттық видео болсын, соңына дейін көріп шықсаңыздар екен. Баршаңыз Алла разы болсын көргендеріңіз үшін, мені қолдағандарыңыз үшін. Солай, алда бірге боламыз. Егер YouTube каналы ашамын, өйстіп дамытамын деген азаматтар болса, нелер болса, комментарийге жазыңыздар. Мен сіздердің ашқан каналыңызға лайк басам, мен де тіркелемін сіздерге. Мен де тіркелуіне үлесімді қосам. Бір-бірімізге қолдайық, қазақтар. Айтпағым менің солай. Енді мен видео түсіріп отырмын. Қай қаладан боласың дегенде, мен Шымкент қаласынан боламын. Бауырлар, Шымкент қаласынан боламын. Есімім Нұрсұлтан. Мен 1991 жылғымын. Сол. Сіздер де комментарий жаза отырыңыздар, біліп отырыңыздар. Шымкенттен бауырлар болатын болса, жазып қойыңыздар. Бір қаладамыз ғой. Кездесіп қалармыз мүмкін. Достар, солай. Енді араларыңызда ән айтатын, өлең айтамын, мен өлең айтып жүрмін, тойларға шығып жүрмін, концерттерге шығып жүрмін, осы әндерім бар, мынада әндерім бар деген азаматшылар болса, жазыңыздар комментарийге. Бірге бірлесіп, сізді шақырып, видео түсіріп, осы каналға салып жіберемін мен, міндетті түрде. Видео түсіреміз, бірге түсіреміз. Жазыңыздар, Шымкентке шақырамын, жолығамыз. Видео түсіреміз. Сондай азаматтар болса, маған жазсаңыздар екен. Мына тойдың саласында жүрген, концерттерде жүрген, эстрада жүрген араларыңызда аға әпкелер болса, мен видеоларымды көріп шықсаңыздар екен, мен өлең айтқан. Сіздердің кішкене маған қолдауларыңыз керек.
қолдасаңыздар, я демеушілігіңіздеріңіз келік ән айтып авторлық әндер алуыма көмектессеңіздер деген тағы да бір менің ұсынысым бар. Ондай ағалар әпкелер болса комменттерге жазсаңыз, мен міндетті түрде жауабымды беремін. Сол достар, менің айтпағым әзірше. Егерде сіздің каналыма байланысты, өзіме байланысты, әндеріме байланысты бір ұсыныстарыңыз болатын болса, комменттерге жазыңыздар. Комменттерді оқимын, мен міндетті түрде жауап беремін. Өйткені мен күнделікті каналға кіріп, комменттерлердің барлығына жауап беруге мен тырысамын. Жауап та беріп жатырмын. Әрине. Маған енді көптеген адамдар жазып жатыр, мен қазірше жазып жатыр. Солардың бәрін оқып жатырмын, мен қарап жатырмын, жауаптарын барынша мен беріп жатырмын. Ән айтып, өлең айтып, шын айтқан кезде осы видео арқылы танымал болсам, танылып кетсем, ән айтып кетсем деген менде бір мақсат бар. Әркім адамның өзінің арманы, ой тілегі бар, соған жетсін. Сіздер де солай жетіңіздер. Достар, солай. Бүгінгі видеомыздың сол тақырыбы сол. Сіздерге өтінішпен шыққан видеом, менің арнайы өтініш айтып, менің барлық видеоларымды көріп шығыңыздар. Басқа да видеоларым бар, ән айтқан, өлең айтқан видеоларым да бар. Тағы да не айтуға болады, не істеуге болады, ұсыныстарыңыз болса жазыңыздар. Мен солай істеймін. Сіздермен байланысқа шығып тұрамын. Ендігі мәселе сіздерден. Сіздермен байланысты орнату, сіздермен бірге ары қарай жұмыс жасау. Мен сол мақсатты мен жалғастыра беремін. Ән айтып, өлең айтып, видеоларымды салып, күнделікті кешкі сағат 8-де, жолына сағат 8-де мен видео саламын. Сол видеомды көріп шығыңыздар. Ода мен өлең айтам, қазақша әндер айтам. Мен гитарамен, домбырамен өлең айтпаймын. Ондай каналдар бар, әрине. Гитарамен айтып отқан, домбырамен айтып отқан, баянмен айтып отқан көп қой. Ондай каналдар бар, баршылық. Енді мен де өз каналымды дамыту үшін, каналымды ерекше қылу үшін, қалай ерекше болса екен, қалай каналым танымалдыққа ие болса екен деген мақсат ойлап отырып, мен ешқандай баян, гитара ештеңені қолданбай, тек қана өзім жан дауыста ән айтам деген шешімге келдім. Сол мақсатпен мен видео түсіріп жатырмын. Сондай, мен қазірше осы видеомен шектеле тұрайын, ағайындар. Өйстіп видео түсіріп, негізі прямо эфирге шығуға болады, сіздерге прямо эфирге шығуға. Бірақ ол мүмкін емес. 800 шақты адам бар. Тіркелген 800 шақты адамдардың күнделікті қарамайды. Ол 800 адамның күнделікті бір 400, аргасы 500-і жартысы қарайды, қалғандар 1-2 аптада бір қарап қояды. Сондықтан баршаңыз айтам, өтініш подписать етіп, мен күнделік қарап жүрсеңіздер екен. Мен мынау видеоларымды түсіріп болғаннан кейін, мен артынан арнайы зерттеп қараймын. Зерттеп қараған кезде, маған қаралым санына қарасам, 80%, 70-80% адам мен каналыма тіркелмей қарайды екен. Яғни подписать етпей қарайды екен. 20% тіркелгендер қарайды екен. Сондықтан достар, кірдіз, каналымды көрдіз. Енді қазақпыз ғой, қазақ қана қолдайды. Сіздер тіркелген сайын мен каналымның сапасы да дами бастайды, дамыта бастаймын. Сіздер шабыт бересіздер. Егер сіздер тіркелмесеңіздер, сіздер лайк бассаңыздар, комментарий жазбасаңыздар, тіркелмесеңіздер, мен каналым дамымай қалады. Каналым, сіздер жақсы видеолар көргілеріңіз келсе, жақсы әндер тыңдағыңыз келсе, каналыма көптеп жазылып, тіркеліп, WhatsApp'та таратып отырсаңыздар, мен әрине алдағы уақытта шабыттанып, 2000, 10 000, 20 000, 100 000, миллион подписчик болып отқан кезде мен әрине шабыттанып мен жұмыс жасаймын. Соған лайықты әркім өзінің бағасын алғысы келеді.
ешкім тіркелмей жатса, ешкім лайк баспай жатса, каналың дамымай жатса, ешкімнің настроениесі болмайды, видеода түсіргім келмейді. Бірақ мен аз болса да көрермендерімді сыйлап бұл каналымды жүргізе берем деген мен мақсатқа келдім. Өйткені мен кеше отырып ойландым, қарап отырсам, статистиканы қарап отырсам, менде қаралым саны өте аз екен, подписчиктер саны өте аз екен. Қоя саламай, удалить саламау осы канал, не пайда болады, не шығады дегенім. Бірақ менде қарап отырсам, комментарийлерді оқып отырсам, 10 шақты болса да, 15 шақты болса да адам тұрақты түрде жазып тұрады екен. Солардың құрметі үшін мен каналымды жүргізе берем дедім. Мүмкін бір жылдың көлемінде мен дамып кететін шығармын. Мүмкін осы бір жылдың көлемінде жақсы қаралым жинайтын шығармын деген мақсаттамын. Я достар, мен сияқты сіздер де канал ашыңыздар. Сіз қолыңыздан не келеді? Мысалы, әйелдер жағы тамақ пісіру болсын, бала шаға күтімі болсын, сондай киім тігу болсын, сондай каналдар ашыңыздар. Ол сіз қосымша табыс табасыздар жұмысыңыздан бөлек. Тек ғана жұмысынан кейін кешкі сағат бір жарты сағат, ары кетсе 30-40 минут уақытыңызды бөліп видео түсіріп қойсаңыз, салып қоясыз, болды. Және видеоны 2 күн сайын, 3 күн сайын түсіріп тұрыңыздар. Аптасына бір ақ мәрте түсіріп салып тұратын болсаңыздар, сіздер қаралым саны жиналмайды, және тіркелген подписчиктеріңіз сіздерді ұмытып кетеді. Каналыңыз бар екенін ұмытып кетеді. Жиі салып тұрыңыздар. Мен мысалы өз басым күнде кешкі сағат 8-де видео салып отырам. Аз болса да қаралым жинайды. Көпті күшсе көл дейді. Тама-тама тамшы болар дейді. Тамшы тама-тама көл болар дейді. Сондықтан мен кішкене болсын жұмыс жасап жатқан жайым бар, достар. Сондай, достар. Баршаңызды каналымды қолдауға шақырамын. Мен арнайы қазақ баласын қолдап каналыма тіркеліңіздерші деген атпен мен видеолар түсіріп жатырмын. Оның үшін өлең айтып, қолдау білдіріп, маған тіркеліп жатқан азаматтарға мен алғысымды айтамын, басымды иемін ондай кісілердің алдында. Сондай пікір жазыңыздар, жауап беремін мен де түрде сіздерге. Неге жауап бермеген жерлерім болса, қайталап жазып жіберіңіздер. Неге жауап бермейсің деп, мен жауап беремін сіздерге міндетті түрде. Достар, сондай. Ал енді араларыңызда бұрыннан YouTube канал ашып, блогер болып, қаралым саны жақсы болып жүрген, арнайы табыс тауып жүрген азаматтар мен азаматшалар болса, маған комментарийлерге жазсаңыздар екен, мен сұрайтын сұрақтарым бар еді осы YouTube каналға байланысты. Мен жаңадан ашып жатқан блогер болып жатқандықтан мен біраз нәрсені түсінбей жатырмын YouTube'да. Сол нәрселерді мен сұрағым келіп жатқан еді. Сұрағым келіп жатыр. Анау монетизация жөнінде, яғни қалай YouTube'дан рұқсат алу, сол жайында кішігірім білмей жатқан жерлерім бар, соларды сұрайтын едім. Қазақты қазақ қолдайды ғой. Сондай YouTube каналы бар, ашып жатқан, тіркеліп, YouTube каналда тіркеліп қойған, уже 1000-нан асып кеткен подписчиктері, айына бір мезгіл табыс тауып жатқан осы YouTube арқылы сондай азаматтар мен азаматшалар болса, маған комментарийге жазсаңыздар екен. Қоятын бір-екі сұрақтарым бар, соның жауабын алсам екен деген мен мақсатым бар. Достар, 2023 жылы да менімен бірге болыңыздар. Күнделікті видео салып отырамын, күнгі сағат 8-де. Қоян жылында бірге болайық. Келесі жылға, 2024 жылға аман есен бірге жетейік. Аман болайық. Мынау қыстан аман есен өтейік, жаурамайық. Жылынып жүрейік күнделікті. Күнделікті қаралым жинап жүріңіз деп. Менің жалпы айтпағым сол, мен осы видеомды көріп, басқа да видеоларымды көріп, каналым ішіне кірсеңіздер, ән айтқан өлең видеоларымды көріп, былайша айтқанда ұсыныспен арнайы видео түсіріп жатқан жайым бар. Бүгінгі видеомда өлең айтпаймын, мен сіздерден тек өтініш айтып, осы каналымның дамуына үлес қосып, маған тіркелсеңіздер деген мақсатпен мен видео түсіріп жатқан менің жайым бар. Сондай
Осы менің айтпағым жалпы. Тағы да не айтуға болады достар? Ай, тағы да не айтуға болады? Дейді. Gülüm gülüm gülümsün, armanımsın, jırımsın, бақытымсың, базарымсың сен деп бір ән айтып қоятын жағдайым бар. Өйстіп өлең айтып видео салатын жайым бар. Сол достар қазақты қазақ қана қолдайды. Қазақты қазақ қолдамаса бізді кім қолдайды? Я мұсылманды тек мұсылман ғана қолдайды. Негізінде көбісі бәріңіз осы каналға тіркеліңіздер, айналайын бауырлар, көмектесіңіздер, мен дамуына үлес қосыңыздар. Егер сіздер көптеп тіркелсеңіздер, мен жақсы видеолар шығарамын. Тағы да қайталап айтамын, мен күнделікті сағат кешкі сағат 8-де мен видео салып отырамын. Сол видеоларымды күтіңіздер, лайк басыңыздар, аямаңыздар. Сіздермен бірге боламыз, каналымызды ары қарай бірге дамытамыз. Достар, сіздер білесіздер ме, мен қазіргі таңға дейін 33 видео салыппын, өлең айтқан. Сол 33 видео ішінде ең бірінші салған видеом білесіздер ме? Қандай видео? Аты қандай? Осыдан 3 ай бұрын мен ең алғашқы видеомды салған болатын. Білесіздер ме қандай видео екенін атын? Білмесеңіздер мен еске алайын. Жаңадан қосылып отқан адамдар, олар білмейді ғой, кейінірек қосылған адамдар. 3 ай бұрын тіркелген адамдар бар, енді аз болса да бір 20 шақты, 30 шақты адамдар бар. 3 ай бұрын түсірген. Соларға сұрақ қойып отқан жайым бар. Ең алғашқы түсірген видеом бұл Шәмші Қалдаяқов атамыздың әнім Сен едің деген. Сол әнге мен видео түсіріп 3 минуттық видео түсіріп салған болатынмын. Құрбым, жан құрбым, бала кезімнен деген ән бар ғой. Шәмші Қалдаяқов атамыздың әнім Сен едің деген. Шәмші Қалдаяқов атамыздың әні. Видеоға салып салған болатын ғой. Сол видеомды көріп ең алғашқы рет сол видеом арқылы тіркелген жазушылар саны, қазір осы видеомды көріп отыратын болса, комментарий жазыңыздаршы. Мен көрген бұл видеоны. Ең бірінші сол бір-ақ видео салғаныңызды мен көріп, мен жазылғам каналыңызға деген азаматтар болса, жазыңыздар. Мен сондай азаматтарға мен жауап беремін міндетті түрде. Мен едім деп, мен рахметімді айтып, общение ұстап, сол комментарийде жазатын боламын. Есіге түсіріңіздер. Одан кейін де мен видеолар салдым. Еркін Нұржановтың әндерін айттым, Қайрат Нұртастың өлеңдерін айттым, Еркін Нұржановтың әндерін айттым, Мақсат Базарбаевтың әндерін айттым. Басқа да әншілер, Нұрболат Абдуллиннің әндерін айттым. Басқа да әншілердің әндерін айттым. Көптеген әншілердің әндерін айттым. Видеолар салып аттым. Әрине басында оңай болған жоқ, мен ешқандай қаралым жинаған жоқ. Енді жай азғандай болса да қазір қаралым жинап отқан жайы бар. Тағы да мәселе бұл жерде бір адамдар сұрайды, Нұрсұлтан деп неге қойғасын каналының атын? Құртсай ол каналының атын, басқашалап қойшы брат деп жібереді кейбір азаматтар. Мен сондай браттарға айтарым, брат деп айтып, құртшы ана видеоңды деп айтатындар бар. Былай ғана айтамын, Нұрсұлтан деген ол менің азан шақырып қойған менің атым. Азан шақырып қойған атым Нұрсұлтан. Менің атым саясатқа ешқандай қатысы жоқ. Мен тағы да айтайын. Біреулер бар ғой, енді саясатқа қарсы, анаған қарсы, мынаған қарсы. Енді сондай азаматтар жазады, құртшы ананы, неге Нұрсұлтан деп ашып қойғасын деп жазады. Мен айтатын болсам, мен былай деп айтамын. Мен азан шақырып қойған ол менің өзімнің есімім, атым. Мен есімім. Мен саясатқа ешқандай қатысым жоқ. Бұл жерде тек мен қазақша әндер айтамын, өлең айтамын, болды. Сонда сұрақ қойған азаматтарға менің жауабым осы. Нұрсұлтан деген мен өзімнің атым. Сосын өзімнің атыммен аштым. Мен басында қалай деп ашсам болады? Әртүрлі өзім ән әлемі, өлең айту, музыка, мынау тағы да бірдеңелер ұйымдастырдым да, неге өзімнің азан шақырып қойған атым Нұрсұлтан, каналдың атын Нұрсұлтан деп қоймасқа деген ойға келдім де, және сөйтіп мен қойдым. Сондықтан мен көпшілігіңіз ойлауы мүмкін,
бұл видеоларың Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысы бар деп. Жоқ, мен саясатқа ешқандай мүлдем қатысым жоқ. Мен араластырмаңыздар. Ондай саясатқа мен араласпаймын. Араласқым да келмейді. Мен жай ғана өлең айтып, видео салып отқан қарапайым қазақтың баласымын. Есімім Нұрсұлтан. Шымкент қаласынан боламын. Сіз қай қаладан боласыз? Мен сұрақ қойып жатқандарға сол жауабым менің осы. Енді тағы да жазыңыздар, кімнің өлеңдерін айтайын, кімнің әндерін айтайын. Ананың өлеңін айт, ананың өлеңін айтыңыздар деңіздер. Тек қана қазақ әншілерінің әндерін айтыңыздар. Халық әні болсын, жаңа әні болсын, ескі әні болсын. Кез келген әнді айтыңыздар. Мен мүмкіндігінше сол әншінің әндерін айтуға тырысамын. Әрине. Қазір видео түсіріп отқаныма 35 минут, 36 минут болыпты. Жалғасып жатыр. Достар, мен каналымның аты неге Нұрсұлтан, соны түсіндіріп кеткен жайым осы. Каналымның аты осы, Нұрсұлтан. Мүмкіндігінше қолдаңыздар, сол қолдап басыңыздар. Подписчиктер санын көбейтіп 30 мың, 40 мың, 50 мың, 100 мың болып жатқан кезде мен сіздермен міндетті түрде байланысқа шығамын, прямой эфир қосам. Прямой эфир арқылы сіздермен сообщениелеріңізге жауап беріп отырамын. Әзірше менде мүмкіндік жоқ. 800 адаммен ол прямой эфир ашатын болса, 800 адамның көп болса бір 20-30 ғана кіреді. 20-30 адам эфирің, 1-2 сағат эфирің, прямой эфир түк те болмайды. Сондықтан сондай. Сосын араларыңызда өлең айтып жүрген, тойға шығып жүрген, концерттерге шығып жүрген азаматшалар болатын болса, маған комменттерге жазсаңыздар екен. Мен сіздерге арнайы байланысқа шығамын. Болмаса инстаграмы бар, тиктогі бар, болмаса осы ютуб каналы бар азаматтар болса да жазсаңыздар екен. Жақсы бір қаралым жинап жатқан тиктоктарыңыз, ютуб каналдарыңыз, инстаграмдарыңыз болатын болса, подписчиктеріңіз көп деген сияқты ғой. Маған байланысқа шықсаңыздар екен, өйткені менің каналымның дамуына үлес қосуға көмектесіп жіберсеңіздер екен деген менде ой бар. Өйткені ертең дамып менде подписчик жинап алсам, сіздерге де көмектесемін. Өйткені қазақты қолдайтын тек қана қазақ қана. Бауырлар, солай. Сіздерден тағы мен сұрайтыным бар, осы қалай өзі мен видео салып жатқандарым көріп шықтыңыздар ма, қалай, дауысым қалай екен, кішкене болсын ән айта алады ма екенмін, болмаса бұл ұят тірлік пе әлде, қоя салуым керек пе осыны. Онда пікір жазып, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар, мен жауап беремін міндетті түрде. Мүмкін бұл видеоларды қоя салайын шығармын. Ұят бұл, ұят тірлік деп. Мүмкін жалғастырармын. Пікір жазып отырыңыздар, өйткені сіздердің пікірлеріңіз, сіздердің ойларыңыз маған маңызды. Өйткені сіздердің ойларыңыз болмаса, пікірлеріңіз болмаса, мен каналымды ашып, оны дамытудың қажеті қанша, достар. Бірақ мен тағы да айтам, қаншама адамдар бар ғой, өлең айтамайтын, ән айтамайтын, өтірік фонограммамен жазып алып, студияға барып, аузын жыбырлатып жүрген. Анама деген әнім кетеді, әкемен деген оймен айтып тұрады да, өзі түсінбейді не айтып не қылып отқанын. Бірақ сондай адамдардың қасына қарағанда кішігірім болсын, ыңылдап болса да мен ән айта аламын. Ол мақтанғанымда емес, мақтанбайды, мақтанудан Құдай сақтасын. Сол арқылы енді кішкене танымал болып, кішкене ертеңгіні авторлық әндер жазсам деген бір ой мақсатым бар. Сондай. Мен енді шешініп, билеп болмаса, ұятты жерлерін көрсетіп, қызым, еркектер сияқты ондай видео түсіріп жатқан жоқпын ғой мен. Тәп-тәуір видео түсіріп жатырмын, шын айтқан кезде достар. Сондықтан ләж болса мені қолдаңыздаршы. Жағымсыз пікірлер жазудың қажеті жоқ. Неше жағымсыз пікір жазатын алдында кішкене ойлансаңыздар екен. Мен жағымсыз пікірді қабылдаймын, сынды қабылдаймын. Жақсы пікір сын айтсаңыздар. Бауырым, мына жерде вокалға барсай, мына жерін бұзып айтып жатсың, мына жерін былай қылып түсірсейші, мына жерін кішкене монтаж жасай, мына жерін үйтсей, бүйтсей,
кішкене деген сондай пікірлер айтсаңыз, мен оны түсінемін дұрыс. О, мына бауырым кішкене ақыл айтып жатыр. Сенікі дұрыс, бір қазақты қолап жатыр, жаны ашып жатыр деп жатқан сияқты ғой. Иә. Енді кейбір азаматтар болады. Ой, бордон қоя салсайшы, үйтсе бүйтсе ұят қой мынау. Неме біле аңырап. Не болды мына жасың, үлкен жасың. Кейге саған жараспайды, ана мына деп дейтіндер болады. Мен ондай кісілерге айтамын. Мен бір шешініп билеп жатқан жоқпын, болмаса аузыма келіп боқтап жатқан жоқпын, болмаса отырып алып мемлекетті жамандап, президентімізді жамандап отқан жоқпын, қазақ пен қазақты шатыстырып отқан жоқпын, болмаса бір блогерлер сияқты біреудің жарнамасын жасап, өтірік жарнамасын жасап, халықтың ақшасын қырып отып жеп отқан адам емеспін. Қазір сондайлар көп кетті ғой, блогерлер. Отырып алады да біреу жарнамалайды, ақшасын алып алады да ертеңгі күні халық зар илеп қалады. Көп нәрселер кездесіп жатыр. Жақында ғана біреуін естідім, мысалы, неге әлемді түкпір-түкпірін аралап демалып қайтуға әр адам 100 000 теңгеден жинаған, 100 000 теңгеден адамдар. Әрине ол блогерлер арқылы да жарнама жасап, туристік компания ашып алып, 100 000 теңгемен адам Дубайға барып демалып қайта ала ма? Ол дұрыс нәрсе емес қой, ойланып қойсаңыз. Соны алдап қалып қаншама ақшасын жинап алған. Енді мен солай жарнама жасап, мен жалған компанияларда істеп жатқан жайым жоқ. Мен істемеймін де, керек де емес. Маған азғантай 5-10 теңге тапсам осы YouTube каналдан, маған соның өзі жетеді, бауырлар. Сондықтан бауырлар, сіздерден бір кішкене өтініш, жаман пікірлерді жазар алдында кішкене ойланып айтсаңыздар екен. Өйткені қазақ болған екен, менің де намысым бар, менің де ар-ожданым бар. Мен де сіздер сияқты қазақпын, мен де сіздер сияқты бір қазақтың баласымын. Мен де ақымақ емеспін, видео салар кезде мен де ұят келе ме, ұят келмей ме, оны ойлайтын жігітпін мен. Пікір жазыңыз, ойланып жасаңыздар. Пікір жазыңыздар енді. Әніме байланысты, дауысыма байланысты, каналымды дамытуыма байланысты үлестеріңіз болса, жазыңыздар. Иә, достар. Иә, достар, сіздер қай қаладан боласыздар? Жазып отырыңыздар. Танысып отырайық, білісіп отырайық. Менің айтпағым жалпы менің сол. Тағы да айтамын, YouTube канал ашыңыздар, достар. Бұл YouTube канал ашып дамытсаңыздар, сіздерге ертеңгі күні өмір бақи жейтін нандарыңыз болады. Қосымша табыс табасыздар. Қосымша табыс YouTube канал арқылы кредиттері барлар, кредиттеріңізден құтыласыздар. Машинасы жоқтар, машина аласыздар, үй жоқтар, үй аласыздар. Осы YouTube канал арқылы. Я отырып алып біз қызығамыз ғой, мысалы, блогерлерге. Ой, басында пәленбайдың машинасы бар, қымбат, үйі бар, жайы бар, шетелде тығылады, демалады. Осылар қаяқтан ақша табады деп. Олар мен сияқты, дәл мен сияқты жайлап фундамент қалыптастырып, басында қиналып, 1 жыл, 1,5 жыл, 1 жылдай қиналып, басында комментарий жинай алмай, подписчик жинай алмай, лайк жинай алмай, қиналып, жайлап еңбектеніп, видео салып YouTube'ға жайлап сөйтіп көтерілген. Ақырында жеңіске жеткен. Өйткені адалынан еңбек етсе, кім адалынан еңбек етсе, кім адалынан видео түсірсе, соны Алла қолдайды. Алла әділ. Соны YouTube канал ашып, YouTube каналды дамытыңыздар, мен сияқты бауырлар. Сіздер де кішкене табысқа жетесіздер, сіздер де кішкене болсын дамисыздар деген, мен ақша табасыздар қосымша. Я, сондай ғой. Бұл видео YouTube өмір бақи қалады өздеріңізге. Өмір бақи. Мысалы, ертеңін сіз мәңгілік ешкім жоқ қой, өліп бара жатқан жағдайыңызда бала шағаңызды қалдырып кетесіз. Олар жалғастырып, ары түсіре береді видеоны. Түсіріп, ары жалғастырып, табыс болады. Қосымша жұмысыңызға барып келесіз, жұмыстан кейін бір мезгіл жарты сағат уақытыңызды бөлсеңіз, жарты сағат уақытыңызды бөлесіз. Бір сөйтесіз, видео түсіріп қоясыз. Bir күнде, 2 күнделікті түсіре алмасаңыз, бір 2 күн сайын, 3 күн сайын видео салып қойсаңыз, соның өзіне жайлап қаралым жинайсыз. Әрине басында қиын болады. Сол бауырлар. Сондықтан мен мына каналыма тіркеліңіздер, мен ән айтқан каналдарыма YouTube лайк басыңыздар. Лайк басып, маған қолдау білдіріңіздер, ағайындар. Мен сіздермен әрқашан бірге боламын, сіздермен бірге осы YouTube каналының дамуына, қалай деп айтсам болады, көмегімді тигізетін боламын. Өзің едің арманым,
топ ішінен таңдаған өзің едің жан жарым, ән жырымды арнаған өзің едің арманым, топ ішінен таңдаған. Иә, сүйіп едім деп аталатын бұл ән. Келесі видеомда мен осы әнімді айтып салатын болам. Күтіңіздер ол видеомда. Иә, кішкене өзіме жарнама жасап жіберейін де өз-өзіме. Келесі видеомда айтамын сол өлеңді. Сөйтіп салам, оны күтіңіздер. Қашан шығарасың, қашан уақытта видео салып отырасың дейтін болсам, тағы да айтамын. Мен күнделікті кешкі сағат 8-де осы каналыма видео салып отырамын. Ән айтқан, өлең айтқан видеоларымды салып отырамын. Күніне сағат 8-де, кешкі сағат 8-де кіріп қарасаңыздар болады. Белгілі бір уақытты белгілеп қойып. Әрине басқа уақытта қарай беріңіздер. Бірақ мен жаңа видеоларымды кешкі сағат 8-де салатын боламын. Міндетті түрде. Қолымнан келгенше саламын мен. Иә, қазір енді мен күнделікті салып жатырмын. Алдында мен аптасына бір мәрте салып тұратынмын. Қазір күнделікті салып жатырмын видеоларымды. Осы каналым дамыса екен, танымалдыққа кішкене ие болсам екен, кішкене табыс тапсам екен адалынан деген мақсатпен, иә, шығарып жатырмын видеоларымды. Ешқандай монтаж жасамаймын мен. Ешқандай монтаж жасамаймын. Болмаса арнайы мобильграф түсіретін адамды жалдамаймын. Ешқандай да мен жай ғана қолыма телефонды аламын, орындыққа отырамын. Бір әнді мен қайталап дайындалып аламын да, видеоны қосам да, қалай бар солай айтам. Және ешқандай монтаж жасамайын. Сол кезде салып жіберем, болды. Иә. Салып жіберем. Сосын соны мен қаралым жинай беремін. Мен арман үміт қой енді, миллион просмотр жинап кетсек, 500 мың просмотр жинап кетсек, бәленбай подписчик жинасақ деген мақсат. Ол енді ол сіздердің қолдарыңызда. Мені қолдау, менің әндерімді қолдау ол сіздердің қолдарыңызда, ағайындар, бауырлар. Жалпы менің айтпағым осы, негізгі мақсатым, менің ойым, идеям. Сондай ән айтып видео салып жатқан. Енді баршаңыз лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жаңадан кірдіңіз бе каналыма, қосылыңыз, тіркеліп жіберіңіз. Қиын емес қой, бауырлар. Подписаться деген кнопканы басасыздар, шығып кетесіз, болды, қалып кетеді. Басында қызық болуыңыз мүмкін. Бір көресіз, екі көресіз, үш көресіз, төртіншісінде қызығасыздар, бауырлар. Өйткені мен жан дауысты өлең айтамын, жан дауысты әндер саламын. Ұсыныстарыңыз болуы мүмкін. Ананың өлеңін айтшы, мына өлеңшінің өлеңін айтшы деп ұсыныс білдірсеңіздер, комментарий жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін баршаңызға. Иә. Сондықтан солай. Сол бір өтінішпен бүгін видеомда өлең айтпай, өлең айтайын ба деген ой болды мен негізі. Бірақ өлең айтпай, жай ғана сіздерге өтініш айтып, видео түсірсем деген мақсат болды. Әрине қазір түсіріп жатырмын мен. Қазір түсіремін, түсіріп болғаннан кейін міндетті түрде Нұрсұлтан YouTube каналыма кешкі сағат 8-де мен бұл видеомды жүктеймін. Менде үміт бар. Баршаңыз осы видеомды көресіздер, көріп видеомды лайк басып, комментарий жазып, WhatsApp'та ссылкасын, яғни адресін таратып жіберіп, менің каналыма үлес қосасыздар деген ойдамын. Ең басты тіркелсеңіздер, жанында подписаться деген батырманы басып жіберсеңіздер, лайк жазып жіберсеңіздер, сол тіркеліп жіберсеңіздер болды. Бір-бірімізге жүрген жерде айта жүрсек, осы каналға тіркел деп. Өйткені ертең мен бір арманым бар да, менің арман мақсатым бар. Ертең мысалы мен каналым дамып, 200 мың, 500 мың, миллион подписчик болып кеткен жағдайда, енді арман ғой. Міндетті түрде мен сіздермен кездесу ұйымдастыратын боламын. Кәдімгідей кездесу ұйымдастырамын. Мен Қазақстанның бір қаласына мен сіздерді шақырамын. Осы Шымкент қаласына шақырамын сіздерді. Мен видео түсіремін, ол кезде дамып кетемін ғой. Дамып кеткен кезде мен видео түсіремін. Бәлен, құрметті менің тіркеушілерім, бұрыннан ең басынан ашқаннан бері мен үміттеніп, маған қолдау білдіріп жазып отқан достарым, пәлен күні сағатта, пәлен деген жерде баршаңызды мен Шымкент қаласында, пәлен деген микрорайонға, пәлен деген жерге мен сіздерді шақырамын.
сол жерге келіңіздер деп мен сіздерді шақыратын боламын. Сол кезде маған қызық та, я сіз мен пәлен деген комментарий жазған адам мен ғой дейсіз. Сіз ба сол? Пәлен комментарий жазып жүрген мен ғой. Сіз ба солсыз ба деп танысып білісіп отырамыз. Өйткені қазақ пен қазақ бауыр, қазақ пен қазақ туысқан, мұсылман мен мұсылмандар бір-біріне бауырмал болғаны дұрыс деп ойлаймын. Мен жалпы менің видеоларымды Қырғызстаннан, Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан, аздап Россиядан да бар екен көретіндер. Өйткені мен статистикама қарап отырсам, Россиядан да бір қанша 1%, 2% болғанда сондай бір 4-5 адам болсын Россиядан көреді екен. Мен ойлаймын, Россияда тұратын қазақтар болмаса, Россияда жұмыс істеп жүрген қазақ бауырларымыз көреді екен. Қырғызстаннан, Өзбекстаннан да көреді екен. Мен өзбектерді көреді екен, қырғыздарды көреді екен, қарақалпақтарды көреді екен. Мен олардың тілін білмеймін, негізі білсем мен сәлем жолдайтын, бірақ қазақша түсінетін шығар деген ойдам сәлем жолдап қоямын. Ағайын бауырлар, өз елдеріңізде көріп, өз елдеріңіздегі WhatsApp'та таратып жіберсеңіздер, маған құба-құп Ташкенттен, Нукустен, Бишкектен, Оштан менен қарайтын адамдар бар екен. Мен байқадым, аз да болса да мені көретін адамдар бар екен. Соларға айтарым, комментарий жазып, подписать етіп, таратып жіберсеңіздер, орталық Азияға менің видеоларым таралып кетсе, о керемет қой бұл. Кез келген адамның арманы ғой, видео ашып түсіріп жатқаннан кейін. Сол атын ұмытып тұрмын. Бір бауырым бар, мен танымаймын өзін, бір атын ұмыттым. Бір жігіт маған күнделікті жазып отырады, братан жақсы, видеоларың керемет, күшті, ана мынау деп, дами бер деп жазатын бір 5-6 адам бар. Және де біреуінің аты кім еді, ұмытып тұрмын. Шапағат деген бір апайымыз бар екен жазып отыратын. Тағы да бір бар, жігіттің есімін ұмытып тұрмын. Жазып отырады күнделікті, күнде жазып, күндегі видеома күндегі лайк жазып отырады. Пікірін білдіріп, ойын білдіріп, өлең жақсы болған ба, жаман болған ба, дұрыс айтқан ба, айтпаған ба, өз ой пікірін білдіріп отырып жазатын адамдар бар, 5-6 адам. Мен соларға Алла разы болсын сіздерге. Мені қолдап видеоларымды көріп отқаныңызға Алла разы болсын. Алланың сәлемі болсын сіздерге, игілігімен сәлемі болсын. Алланың назарында пайғамбардың шапағатында жүріңіздер. Маған рахмет айтам, басым биіп рахмет айтам ондай кісілерге, мен каналымды көріп, лайк басып, күнделікті жүрген кісілерге бір мезгіл. Өйткені қазақты қолдайтын тек қазақтан аман болыңыздар сіздер. Жалпы жаңадан қосылып жатқан азаматтар бәріңіз аман болыңыздар. Мен ешкім қазақ бөлмеймін ғой, бөліп жармайды. Бұға бөлген жүзі күйсін дейді. Бұға бөлінбейік, қазақпыз ғой. Қазақ тілін дамытайық, қазақ тілінде сөйлейік, қазақ тілінде ән айтайық. Әрине шетелдің әндерін айта беріңіз, испанша, французша, орысша өлең айтыңыздар. Бірақ қазақ екеніңізді, қазақ әндерін ұмытпаңыздар ағайындар. Деп менде бір ой пікірін білдіріп қояйын да бір шетінен. Сол достар, сіздермен осы видео түсіріп, комментарий жазып, каналымның дамуына үлес қосқан жайларыңыз бар. Енді түсініп отырыңыздар. Сосын сонымен тағы не айтайын білдім. Араларыңызды айтпақшы. Менің руым сиқым болады негізі. Менің руым сиқым тоғатаймын мен. Сиқым оның ішінде тоғатаймын. Сиқымдар бар ма екен? Жазып қойыңыздаршы маған. Менің сиқыммын дейтіндер бар ма екен? Мен қазақтың руларын қазақты руға бөліп жатқан жоқпын. Найман бол, Керей бол, Уақ бол, Шапырашты бол, Тобықты бол, Адай бол, кім болсаң да маған бір қазақсыңдар. Мен сендерді бөліп жармаймын. Просто мен өзім ағайындарымды іздеп жатырмын да, мен өзім қанымыз бір ағайындарымды іздеп жатырмын. Сиқымдар бар ма екен? Сиқым оның ішінде тоғатайлар. Мен сиқым тоғатай боламын. Сондай азаматтар болса жазыңыздаршы, мен комментарийге менің номерімді қалдырып, мен ол кісілермен жолығайын. Өйткені маған қызық та, өзің сиқым тоғатайсың, руың бауырың тауып аласың. Қай ауылда пәлен деген ағайындысың, сен пәленшенің ағайындысың ба деп тауып алған маған қызық. Жазыңыздар сол айтпағым бір шетінен. Сол достар. Енді сосын тағы да бір комментарий келді маған кеше. Неге бауырым сен көңілсіз тұрып өлең айтасың, болмаса күлімдеп тұрып өлең айтпайсың дейді. Бауырларым, мен
жас кезімнен кішкенемнен қиыншылық көріп өскен жігітпін да, көп қиыншылық көрген, жоқшылықты көрген, бір өзім мынанға зар болып өскен жігітпін. Шын айтсам, иә, семьямыздың жағдайы жақсы болды деп айта алмаймын. Қарапайым семьялардың бірі болдық. Шымкентте біз мына 4-5 бөлмелі үйді зорға алдық. Шын айтқан жермен қосықтың кезде. Қазір жер білесіздер ғой, Шымкентте удай қымбат қазір. Соны алып жатқан зорға қолымыз жетті. Біз 20 жылдың ішінде зорға бір үйге қолымыз жетті. Көп қиыншылық көрген жігіт болғандықтан ба, мен шынымды айтсам көбінесе күлмеймін. Күле алмайды да екенмін, шынымды айтсам. Күлем, бірақ серьезно өлең айтқан кезде де мен байқайтын шығарсыздар, бір күлмей өлең айтамын, серьезно отырып, қабағым түйіп, сөйтіп өлең айтамын. Неге екенін қайдан білмеймін, мен өзім сондаймын. Мінезім мысалы. Ана қазақ эстрадасында әнші бар ғой, өмір күлмей өлең айтатын. Еркін Нұржанов деген. Мен де сол сияқтымын, шын айтқан кезде. Еркін Нұржанов демекші, менің ең сүйікті әншім ол Еркін Нұржанов. Сіздің сүйікті әншіңіз кім? Комменттерге жазып жіберіңіздер. Пікір білдіріп отырыңыздар. Және оның қандай әні? Иә, соны жазып отырыңыздар, маған пікір білдіріңіздер. Маған Еркін Нұржановтың әндерінің барлығы ұнайды, маған ішінде. Әндерінің бәрі керемет мен үшін. Әндердің ешқайсысын мен бөліп жармаймын. Бірақ сол әндерінің ішіндегі маған ең ұнайтын әні, жаныма жақын әні, жаныма кел деген әні. Сол әні маған ерекше ұнайды, Еркін Нұржанов ағамыздың. Мен Еркін Нұржанов ағамызды бұрыннан бала күнінен, соны 2009-2010 жылдан бері мен тыңдаймын. Сол Еркін Нұржанов ағамыздың фанатымын, әр өлеңдерін іздеп жүріп тыңдайтын, мен оның тыңдарманымын. Мен де сол кісі сияқты әнші болсам, сол кісі сияқты ән айтсам, сол сияқты қазақ эстрадасына шықсам деген арман бар. Әрине ертең арманда осы видеомды сол Еркін Нұржанов ағамыз көріп қалса, маған қолдау білдірсе, бірге дуэтте өлең айтсақ, арман ғой. Әр қазақтың өзінің арманы бар ғой. Иә, мен сол арманым, сол бауырлар, айналайындар, қазақтар. Сіздерден басқа маған жанашыр жоқ, қолдаушы жоқ. Видеомды қолдап, маған комментарий жазып, лайк басып, маған көмектесіп жіберіңіздер, ағайындар. Өйткені қазақты қолдайды тек қазақ қана. Қолдап, жан дауысты өлең айтқан әндерімді, қолдап, лайк басып жіберіңіздер. Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда, шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайға, деп қазақша өлең айтып жүрген Нұрсұлтан деген бір қазақты қолдаңыздар, ағайындар. Баршаңыз каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар. Өйткені мен байқап отырам, күнделікті мен видеоларымды бір кемінде бір 300 адам қарайды. Бірақ сол 300 адамның ішінде тіркелетіндер бір 10 шақты адам, ар кетсе 10 шақты адам тіркеледі күніне. Қалғаны 290 адам тіркелмейді. Байқап отырмын, статистикадан қараймын ғой күнделікті. Мен статистикасын көріп отырамын, тексеріп отырамын. Сосын менде ой туындайды, неге мен каналыма жазылмайды бұлар? Неге мені қолдамайды деп. Сол мақсатпен мен сол 200 шақты адамдар болады, күнделікті қарап жүрген, тіркелмей жүрген, күнделікті қарап кіріп бір мезгіл көріп кеткен адамдар болса, өтініш бауырлар, подписаться деген кнопканы басып жіберіп, маған лайк жазып жіберіп, қолдаңыздаршы, ағайындар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте керек болып тұр. Өйткені мен каналымды дамыту үшін. Ертең дамып, не қылып жатсам, қазақпыз ғой, бір-бірімізге көмектесеміз, жәрдемдесеміз десем, мен де сіздердің каналдарыңызға жазыламын. Ертең менде де подписчиктер саны 20 мың, 30 мың, 40 мың адам болып мен дамып жатқан кезде, сізде сол кезде маған да өтініш келіп айтыңыздар. Мен сіздерге комментарий жазып жүрген адаммын ғой. Мен де YouTube канал ашқан едім. Сен сияқты, бірақ дамымай жатыр. Сен де мен каналымды түсіріп, мен каналымды салып жібересің бе? YouTube каналыңа сенің подписчиктерің көп қой деп айтатын уақыт келген кезде, егер де мен сіздерге жауап бермесем, сол кезде жазып жіберсеңіздер болады. Ол кезде мен сіздерге көмектесемін, әрине. Қазір көмектесе алмаймын, мен өзім сіздерден көмек күтіп жатырмын. Иә, бір-бірімізді қолдайық, ағайын бауырлар. YouTube канал ашыңыздар, сол айтпағым. Енді сөз соңында айтарым, бауырлар. Қазір видеомды аяқтаймын. Бір ауыз сөз айтайын.
әуелі Алла, одан кейін қазақ халқым. Айналайын қазақ бауырлар, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, баршаңыз өлең айтқан видеоларым бар, ішіне кіріп қарасаңыздар, солардың бәрін көріп шықсаңыздар, мені қолдасаңыздар, WhatsApp'та ссылкасын таратып жіберсеңіздер. Менің осы YouTube каналын ашқандағы басты мақсатым орындалған болатын еді. Иә, күнделікті кешкі сағат 8-де менің видеоларымды күтіңіздер. Күнделікті сағат 8-де мен видео түсіріп, осы Нұрсұлтан YouTube арнама салатын боламын. Сол үшін барша қазақты мен YouTube каналыма шақырамын. Тіркеліңіздер, қолдаңыздар. Айналайын қазақ бауырлар, сіздерден артық маған бауыр туысқан жоқ. Алла өзі жар болсын, істеріңізге береке берсін. Каналыма баршаңыз тіркеліңіздер. Сау болыңыздар. Күнделікті сағат 8-де менің видеоларымды күтіңіздер.